Сосын валиятазаккара улул албаб. Мына сөзге қараңыздар, өте маңызды. Ақыл және ақыл иелері еске алу үшін дейді. Қараңыздар. Ғибрат алу үшін, уағыз алу үшін дейді өзіне. Сосын мына жерде өте маңызды нәрсе жатыр, құрметті жамағат. Құрандағы айтылған оқиғадан, аяттан ғибрат алуың үшін, уағыз алуың үшін ақыл иесі болу керек деп жатыр да. Неге ақыл иесі деп жатыр? Біздің бәріміз ақыл иесі емеспіз біз. Сөйтсе, құрметті жамағат, біз көбінесе ақылдан гөрі көңіл қалауына ереді екенбіз. Көңіл қалауына еретіндігіміз де байқалмайды екен біздің. Біз ақылмен шешіп жатырмыз деп ойлаймыз көп нәрседе. Мысалы, жаңағы бір мысал. Біреу хақыңызға қателесті, бауырым кешірші деді, кешіре алмай тұрсың. Бұл жерде қандай ақыл бар? Бұл жерде ақыл жоқ. Бұл жерде қаламай тұрсыз, көңіл қалау бар бұл жерде. Бұл жерде сіз Алланыкі екендігіңіз көрінбейді. Сіз көңіл қалауыңыздықсыз. Көрдіңіз ғой, сізге бауырым кешіресіз енді, қойшы сен. Сен бұл жерде мүлде болған жоқсың, айтшы. Бірақ намаз оқимыз, Құран оқимыз. Неге? Біз көп істерде ақыл иесі емеспіз, көп істерде ақылмен шешпейміз, ақылмен қарамаймыз да. Ұрыстың басталып кететін себебі де сол үйде. Немесе екі мұсылманның арасында. Неге? Сен ақылға, байыпқа бармайсың ешқашан. Бірден көңілдеген жібересің да оған. Не айтқың келіп тұр деп. Ақыл иесі деген ол сабырлықпен ұштастырып атқан нәрсе ғой. Ақыл иелері ескеріп жүру үшін дейді да. Ақыл иелері уағыз алып жүру үшін дейді бұл жақтан. Бағанағы мәселе. Дүкенге кірген кезде бұл мысалды келтірдік қой. Өтірік айтып қалдың да, дүкенге бірдеңке алып атқанда, бір намаз оқымайтын екі адам сөйлесіп тұрып, сол кезде жаңағы өтірік айтушыларды жек көремін мен. Өтірік деген жаман нәрсе ғой деп намаз оқымайтын адам айтып тұр. И сол кезде ана жүрекке ұрып жіберді ана кісінің. Түсінесіз бе? Ақыл иесі. Егер де ол сөз, егер де анау кісіде, негізі өтірік айтатындар дұрыс емес, бізде де шариғатта айтады, өтірік айтуға болмайды деп десе, ақыл иесі жоқ ана жерде. Қараңыз, біз қандай дәрежеде алданамыз біз. Осы нәрселерді, құрметті жамағат, өзінің орнын тауып алсақ біз көп проблема болмайды бізде. Семьяда болсын, өзіңмен болсын, көршіңмен болсын да. Неге ұрыс басталып кетеді? Өйткені ақылмен сөйлемейміз біз. Біз көңіл қалауымен сөйлейміз да. Ақылмен сөйлейтін нәрседе өзде болмайды ол. Міне, Құранның пайдасы саған тез жұқсын десең дейді Алла Тағала. Ақылмен тыңда дейді бұны, көңіл қалауымен тыңдама. Өйткені көңіл қалауы деген, құрметті жамағат, сонда не айтқыңыз келіп тұр деген нәрселер, көңіл қалау ол. Ақыл ондай сұрақты қоймайды ол жерде. Алла Тағала елшісі сөйлегенде, пайдалы нәрсе айтылған кезде, ақыл ешқашан ол нәрсеге қарсы сөйлемейді. Міне енді келесі мысалды қараңыздар. Осы ақыл тұрғысынан болсын, жаңағы Алла Тағалаға шынайы құл болуға деген мақсат болса, соған бір арнайы бір әдемі мысалды, қиссаны келтіреді Алла Тағала. Бұл қиссаның алдында кеше Дауд туралы сөйледі ғой. Енді сол қиссаны жалғастырады. Сөйтіп айтады: «Уахабна ли Дауда Сулейман». Біз Даудке Сүлейменді сыйладық дейді. Дауд пайғамбардың Сүлейменнен басқа балалары да болған. Бірақ Сүлейменді ғана ерекше айтты да. Сүлейменді сыйладық деп. Мысалы, сізге Алла Тағала көп бала берсе, ол баланың бәрі нығмет, оның бәріне сұраласың. Бірақ сол баланың қайсысынан саған ақыретіңе бірдеңке тамады? Қайсысы сол баланың сіздің әкем не бұйырасыз деп тұрады? Әке не істеп жіберейін деп тұрады? Бәрі бірдей болмайды оның. Соқтан көп баламен мақтану деген нәрсе бос нәрсе ол. Көрдіңіз бе? Соқтан сапа деген нәрсе бар да. Сүлейменді Алла Тағала әрі бала, әрі пайғамбар етіп сыйлады да.
Міне біз Дәуітке Сүлейменді сыйладық дейді. Сосын бірден бағасын айтып жатыр Сүлейменнің. Қараңыздаршы. Не'мәл абду. Не деген жақсы құл. Алла Тағаланың сөзі, құрметті жамағат. Егер Алла Тағала бұндай баға берсе, бітті ғой, бақытты ғой бұл кісі. Алейхиссалам. Ау деген бақыт қой. Әлемдердің Раббысы сөйлеп жатыр да. Не деген жақсы құл. Осы нәрсені біз де іздеу керекпіз әрбір ісімізде. Шіркін-ай, маған да бір нәсіп болса екен сондай сөз депті. Ол ішіңдегі сырың, сенің мен Раббың, өзіңіз бен Раббыңыздың арасындағы сөйтіп соған жететін амалдарды іздеу, соған жететін мінездерді іздеу, соған жететін ғибадаттарды іздеу. Не деген жақсы құл дейді. Сосын жақсылығын қараңыздар немен байланыстырады. Иннаху ауаб, сөзсіз ол сондай бойұсынғыш, жауап бергіш дейді. Жауап бергіш деген сөзде бағанағы нәрсе жатыр, құрметті жамағат. Ымнан түсінеді деген нәрсе. Бірден түсінеді дейді. Раббысының не қалап тұрғанын. Сосын осы бірден түсіне қоятына, Раббысына жауап бере қоятына, бойысына қоятына бір мысалды келтіреді. Болған оқиғаны. Изурида алейхи бил-ғашии. Екінді асыр уақытында Ас-Софинатул Джият Сүлейманға көрсетілді дейді. Екінді намазының уақытында Сүлейманға әп келіп көрсетілді. Не нәрсе деген кезде тұлпарлар. Ас-Софинат. Софинат деген енді сұлулығы, ананың түріне қарасаң, андай жоқ. Сөз ба? Тұрған тұрысына дейін. Ғұламалардың түсіріндіру бойынша 3 аяғымен тұрып, 1 аяғымен жерді тарпып тұратынына дейді, жаңағы тебініп, ана әдемі бұлшық еттері, арғымақтар өте сондай керемет. Әл-Джият деген сөз жүйрік деген сөз екен. Өздері сондай сұлу, өздері сондай жүйрік, мықты тарпып тұрған кездегі, бұл жаңағы ғұламалардың түсіндіру бойынша Сүлейман алейхиссалам Алла жолындағы джихадқа, о кезде білесіздер, техника, ол тұлпарлар, арсеналда сол заманның. Ол сол жылқылар әкеп көрсетілген кезде, ол сол жаугершілік, жаңағы соғыстың жағдайын ойлап қарап атқан адам. Ол бұл жерде бір машинаға қарап қызығып қалатын кездер болады ғой, бір. Күшті машина екен, жаңадан шыққан қой деймін деген. Ондай нәрсемен қарап тұрған жоқ ол. Ол Алланың жолындағы, Алланың жолына керекті нәрсе үшін қарап тұр. Қараңыздар. Алланың жолына әзірленуге сол жаңағы тұлпарларға қарап тұр дейді. Көзіне әкеп көрсетілді дейді енді. Анаған қараған кезде енді қызығып кетесіз, мысалы. Содан бірден айтты дейді. Фақола. Бірден айтты дейді, анаған қарап тұрды да, жаңағы екінді намазының уақыты өтіп кетуге таяған. Ана жылқылардың бәріне қарап жүріп, бәрін соғысқа қарап жүр ғой. Мынау мықты екен, тұлпар күшті екен, мынау күшті екен, мынау не екен деп қарап жүр. Сонда айтты дейді, фақола, айтты дейді ол, инни ахбабту, мен ұнатып қалыппын ғой. Қараңыздар, қызығып кетіппін ғой, қызықтап кетіппін ғой. Хуббал хойри, жақсылықты сүюді дейді. Жақсылық жаңа тұлпарларды айтып жатыр да. Тұлпарларды ұнатуды, ұнатып қызығып кетіппін ғой. Неден? Анзикри робби, Раббымды еске алудан алаңдап. Қараңыздар. Дәжде Раббысын еске алудан артық сүю деген нәрсе бар да. Ол нәрсені айтып тұрған жоқ Алла Тағала. Раббысын еске алудан алаңдап қапты. Алаңдап кетіппін ғой деп. Хатта таварат бил хиджаб, көзімнен әкетілгенге дейін налар, тұлпарлар. Не күн батып, күн қараңғы батқан кезде жаңағы көрінбей қалған, ары қарай көруге жарамай қалған. Күннің жаңағы батқан уақыты, күн батқанға дейін, немесе көзімнен әкетілгенге дейін дейді. Өйткені келесі аятында айтады, руддуха деген бірден, кері қайтарыңдар тұлпарларда деп. Кері қайтарыңдар тұлпарларда, алайя, руддуха алайя, қайтадан кері қайтарыңдар маған қарай.
фатофиқо масхан биссуқи вал ағнақи дейді. Сөйтіп оларды сирақтарынан және мойындарынан сирақтарынан бір тапсыршылардың көпшілігінің басым көпшілігінің айтылуы бойынша жаңағы шауып бастады дейді. Имам Матруди рахимахулла айтады бұл жерде. Ол кісінің олардың шариғатында орынды дейді бұл нәрсе. Олардың шариғатында біздің шариғатқа басып жаңағыдай өзгеше орынды дейді. Егер Алла Тағаланың несінен Алла Тағала үшін Алла Тағаладан алаңдап қалған үшін Алла Тағала үшін шауып тастады деген нәрсе. Түсіндіңіздер ғой? Мысалы, сіздің біреуіңіз бір жас баланы келтірейік мысалға, телефоннан бір жаман нәрсені қарап көріп қойды да, бір күнә жасап қойды да, сосын барды да телефон жерге ұрды мысалы. Сол асылы жаңағы телефон ұрылған кезде, егер ертең қайтадан істейтін болса, онда телефонды босқа ұрды. Асылы телефон ұрылған кезде көңілде қайталанбайтындай әсері қоса ұрылу керек. Сол нәрсені айтып отыр да бұл жерде. Мысалы біз қажылыққа барған кезде, біреулеріңіз қажылыққа барып, оны таслақтыратын уақыт болады ғой жамараттарға. 3 күн лақтырылады тас, рұқсат 2 күнде аяқтап тастауға. Кім қаласа 3-ші күнге қалса болады. Сонда Алла Тағала айтады: "Фаман тағаджала фи яумайни", кім 2 күнде аяқтаймын деп асықса, сапарға шығам деп 2 күнде лақтырып тастаса, фала исма алейхи, онда ода күнә жоқ дейді. Сосын ваман тааххара, кім 3 күнге қалам десе, фала исма алейхи, ода да күнә жоқ дейді. Лиман тааххара, лиман иттақо, кімде егер тақуалыққа иеленіп еліне оралатын болса, күнә жоқ дейді. 2 күнде лақтырама, 3 күнде лақтырама, ол түсіндіңіз ғой қандай? Мәселе жаңа тақуалықпен қайтуы да оның. Өйткені біз тас лақтырған кезде шайтанға тас лақтыру деп аталады ғой негізі. Бірақ ол тас лақтырылған кезде, елге келген кезде, қайтадан ғайбат, қайтадан өсек, сол баяғы мінез, баяғы тіл болса, ол рәсім құрыр. Бұл жерде Сулейман алейхиссалам істеп атқаны, ол мүлде жоқ қылып жіберді бұл нәрсені. Ешқашан енді менің жүрегімнен бұлар Раббымды еске алудан ешқашан алаңдата алмайды. Қараңыздар, алаңдағанның өзінде де Алланың ісі үшін болып жатқан нәрсемен алаңдады. Дүниені сүйіп алаңдаған жоқ бұл жерде. Көрдіңіз ғой? Міне осындай бір әдемі мысал Алла Тағаланың келтіріп жатқаны.